әлеуметтік желілерден, баспасөз беттерінен көріп жатқанымыз, халқымыз өзінің тіліне қатты алаңдап жатқан сияқты. Бұрынғы конституциямызда бар, енді мемлекеттік тіл негізінен қазақ тілінде болу керек. Сосын енді ресми тіл деп орыс тілінде қосып көрсеткен ғой. Енді кешегі жобада да көрдік, Ерлан Карин жолдас айтып түсіндіріп жатыр. Мынау дамыған өздерінің ұлттық бағыттарын, дәстүрлерін сақтаған мемлекеттерде, ішінде айрықша тіл жағдайын сақтаған мемлекеттерде, мысалы Жапон елін алайық. Соның өзінде балаға, сол мектеп жасындағы балаларға 10-12 жасқа дейін тек қана өзінің бойындағы ана тілінің нәрін, соның жүрегіне, бүкіл қанына ана сүтіменен сол кіргізіп жібереді екен. Осындай жағдай біздің елде де болса екен деп, енді жеті жұрттың тілін біл деген аталарымыздан қалған сөз бар ғой, тілді білген жақсы. Мен өзім енді бұрын баспасөзден ертеректе оқығанмын. Мынау Тарты университетінің профессоры болған екен, Пент Нормикум деген кісі. Сол кісі 105 тілде түсінеді екен, соның біразында сөйлей біледі екен. Әрине, көрші мемлекеттермен жасаған қатынастарда сол енді айтылған мәселені терең түсіну үшін, енді қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы өзін сол басқа елдерге, особенно анау алпауыт мемлекеттерге, ақш сияқты мемлекеттерге барғанда, Трамп мырзаменен емін-еркін сұхбат жасап жүргеніне біз бойымызға мақтаныш кернейді. Ол керек. Көрші Ресей болсын, Қытай болсын, сол енді президентіміздің былай айтқанда сол жасап жүрген, саясатта жасап жүрген мәселелері жаңағыдай болғаны көбіне бойымызға бір мақтаныш әкеледі.